Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз қолжетімді азық-түліктен дайындалатын печенье әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 100 грамм сұйық май, 200 грамм айран, 500 грамм ұн және де тұз, разрыхлитель қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа, қант, разрыхлитель және тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Кейін айранымызды қосамыз. Біркелкі масса қылдырып, араластырып шығамыз. Енді ұнымызды ақырындап шетінен қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымыз аз болса, кішкене тағы да қосып жіберіп, қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илеуіміз қажет. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте қамырды 2-ге бөліп те жайсаңыздар болады, немесе бірден барлығын жайып тастасаңыздар да болады. Столымызға кішкене ұн сеуіп, нанымызды оқтаумен жаямыз. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Себебі қолжетімді азық-түліктерден дайындалады. Ендігі кезекте нанымыздың бетіне сұйық майымызды жағып шығамыз. Ендігі кезекте бетіне қант себеміз. Біркелкі етіп сеуіп шығыңыздар. Және де осы қанттың үстінен оқтаумен бір жүргізіп шығыңыздар. Мінекей қамырымызды дайын болды. Ендігі кезекте қалауларыңызша бөліктерге бөліп шығыңыздар. Қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минутта дайын болады.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей біздің печеньеміз дайын болды. Назарларыңызға рахмет.